Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Күнделікті Құран-ы Кәрімнен үзінді оқиық. Зухруф сүресі 493 бет. Оларға көрсеткен мұғжизалар бір-бірінен үлкен еді. Бәлкім райдан қайтар деп азапқа ұшыраттық. Олар Мұса алейхиссаламға: «Әй сиқыршы, Раббыңа өзіне берген уәде бойынша жалбырын. Біз шын мәнінде тура жолға келейік» десті. Сонда олардың азапты біз айықтырған кезде олар дереу өздерінен айниды. Перғауын елінің ішінде: «Әй қауымым, Мысырдың патшалығы және астымнан ағатын міне өзендер менікі емес пе, көрмейсіңдер ме?» деп даурықты. Немесе мен осы өзі құр сөзін түсіндіре алмайтын Мұсадан жақсы емеспін бе? Оған алтыннан білезіктер неге салынбаған? Немесе онымен бірге періштелер неге жолдас болып келмеген? Сөйтіп Перғауын елін менсінбеді. Сонда олар оған бағынды. Расында олар бұзық ел еді. Сөйтіп олар бізді кейіткен кезде олардың тиісті жазасын беріп суға батырдық. Зухруф сүресі 493 бет. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Сау саламатта болыңыздар.